Саламатсызбы көрермен. Сізді басса қинасы мазалай ма? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Бастың сақина ауруы бас ауруының жиі кездесетін түрі. Жүрек айнуы, құсу немесе жарыққа сезімталдық секілді симптомдармен қосарланады. Адамдардың көпшілігінде бастың бір жағында болатын солқылдаумен қосарланатын ауырсу сезінеді. Бұл кеселге қарсы халық емінде мынадай ем бар. Бас сақинасын үй жағдайында тоқтату үшін мынадай әдістерді қолдануға болады. Сәбіз, қияр және саумалдық шырындарын ішу керек. Шикі пиязбен маңдайға компресс жасаған немесе құлақты пиязға шыланған мақтамен тығындаған дұрыс. Бас сақинасы басталар алдында тәтті немесе ашылау тағам жеген жөн. Жаңа лимонның кесілген түйірін самайға қою керек. Күн сайын таңертеңгісін 2 ас қасық аскөк шырынын ішу керек. Лаванда гүлі мен мелисса жапырақтарының бір-бір уысына қайнаған су құйып 15 минут қояды. Тұндырмасын шомылғыға, ваннаға құйып, оған 20 минут жатады деп жазады Ауырмаңыз газеті. Су температурасы 37 градус болу керек. Қыша қосылған шомылғыда жақсы жәрдемдеседі. Бір уыс қыша ұнтағын 50 градусқа дейін ыстылған суға салып, ботқаға айналғанша араластырады. Содан кейін оны 38-39 градусқа дейін қыздырылған бір шелек суға салып араластырады. Оған қолды немесе аяқты батырады. Бұл жалпы шомылғыға қарағанда тәуір әсер береді. Жалпы шомылғыны 5-10 минут қана қабылдау керек. Денеге жұққан қышаны душпен шаюға болады. Бас сақинасының алғашқы белгісінде лаванда майының 20 тамшысы мен тәтті бадам майын араластырып самайға басады да сипалайды. Сәбіздің 3 бөлігі, бақбақтың 1 бөлігі, саумалдық 1 бөлігін алып, шырындарының қоспасын тамақтан бұрын күніне ішу керек. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ем шипа болсын. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.